Жасы 1 жасқа толатын ұрғаштай сатылады. Бие қылғанға жақсы дейді. Анасы Россиядан, әкесі Польша. Анасының бойы 1,70, әкесінің бойы 1,80, өзінің бойы 1,50. Бағасы 510 мың теңге деп тұр, саудасы бар. Қарабұлақта тұр. Байланыс телефоны 8778 532 8055. Тай ұнаған болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салуларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай қалды. Неге десе, бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды дейді. Сосын аттың басынан ұрға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар саллаллаху қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етан жерде тұрсаңызда, тай осыда бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой бала. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. Ал бізге астамыз. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.